Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге кондитер Қазығұрт. Бүгін біз сіздерге дәл осындай болып шығатын оңай жасалатын макароннан жасалатын тамақ түрін көрсетеміз. Бізге қажет заттар: мұнда сұйық май, тартылған ет, мұнда помидор мен қызыл болгар бұрышын езіп алдым дәл осылай. Және бізге макарон қажет болады, дәл осындай ірі көлемдегі макарондар қажет. Және де пияз, тұзымыз қажет болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Ең алдымен қызып тұрған отымызға майымызды құйып, қызғаннан кейін тартылған етімізді салып, дәл осылай қызартып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде әр қуырған сайын осылай бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Мұнда жанына екінші ыдысқа осылай суымды құйып қойдым. Бұған қазір макаронымызды пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай беті жабылған күйде біз тартылған етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Ал енді үстінен пиязымызды салып, пиязымызды да жақсылап қақпағын жауып қуыратын боламыз. Ал мұнда екінші ыдысымыздағы суымыз қайнап шықты. Үстінен тұзымызды салып, макарондарымызды толық пісіріп алатын боламыз. Мұнда тұз және де жаңағы айтқан болгар бұрышы мен қызанағымды салып алдым. Бұларды да жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, барлығын орташа отта қуыратын боламыз. Макаронды дәл осылай мен сияқты бірге барлығын қайнатыңыздар, сол кезде уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Піскен макарондарымызды осы сковородкадағы салмамыздың үстінен салатын боламыз, және де жақсылап араластыратын боламыз. Міне достар, осымен біздің тамағымыз дайын болды. Барлықтарыңыздың жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк қойып кетіңіздер.